Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомда сабағымда жиі қолданатын әдістер немесе ойындар туралы айтатын боламын. Бірінші, фонарик әдісі. Оқушыларға тапсырманы жай қағазға жазып бермей, осындай әдіс арқылы берген өте тиімді. Фонарик әдісі бойынша оқушылар жасырылып тұрған тапсырманы бірден көрмей, жар түсіру арқылы көріп, оны орындау оқушылар үшін өте қызықты. Тапсырмаларды орындауға оқушылардың одан әрі қызығушылығы артады. Екінші, пазл ойыны. Бұл ойынды жаңа сөздерді бекіту кезінде қолданамын. Мысалы, мына жерде апта аттарын тексеру үшін оқушыларыма пазл ойын бердім. Үшінші, шашка ойыны. Оқушыларға кез келген тақырып, ереже, грамматика, бұрыс етістіктерді қаншалықты білетіндіктерін тексеру үшін осы ойын өте тиімді. Оқушылар осы ойын арқылы өздерінің білімін жетілдіреді, еске сақтау қабілеттерін дамытады және оқушылардың сабаққа деген мотивациясы артады. Сондықтан да баршаңызды сабақты тек жай құр өткізбей, үнемі ойындар арқылы өткізуге шақырамын. Егер менің әдістерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.